Selam dostlar. Sizlerмен бірге мен Нұрайка Тоқабока. Бүгін мен көп балалы отбасы деген атты киноны шығаратын боламын. Достар, мен бүгін көп балалы деген атты киноның бірінші бөлімін шығаратын боламын. Рөлдерді таныстыра кетсем, бұл анасы, яғни Света, үлкен қызы Алина, бұл Мадина, бұл Айша, бұл үшінші ұлы Алтынбек, Айша, бұның атын мен ұмытып қалыптырмын. Бұның аты Саня болады. Ана кішкентай ұлдың аты Өмірбек. Ал кеттік. Қызым, сен неге жұмыс киіміңді киіп алғансың? Мен қазір жұмысқа кетемін ғой, сол жақта киімім кеше қап қойған. Қызым, анашым айта беріңіз. Мен қазір айта беріңіз. Сен қазір неге жұмысқа кетесің бе? Посудомойкаға кетемін. Айтпашы, айлықтары қандай олардың? Екеуміздікі айдың соңында түседі екен. Менікі 100.000 теңге дейді, айына 100.000 теңге деді. Осы ана халық қанша береді, соның жартысын өзіңе, жартысын маған бересің деді. Яғни бір адам маған жібересіз, содан маған бір телефон берген өзінің атынан. Соған, бірақ ол ана жақта өзімнің магазинімде. Сол жақта адам звондайды, келе беріңіз деп, сосын оған жақсысын беріп жіберемін, жаттасасын өзіме қалып қоямын. Қандай жақсы, біраз ақша жинап жүредік. Айтпақшы, мен стипендияны бүгін аламын. Оған 50.000 теңге екен. Молодец. Жарайды, чайдан алып қойсаңдаршы қазір. Чайды демдеп жіберейін. Ұмытып кетіппін ғой. Айтпақшы, менің айлығым 75.000 теңге екен. Ол қандай жақсы болды, болды. Тамақтарымызды ішіп алайық. Енді күте тұрыңыздар, мен бір жылда жинап шығамыз. Күтеміз ғой. Айтпақшы, екеуің түптің жұрттыңдар, баланы бағып тұтыңдар ма? Біз кетеміз. Анады күтіп тұрамыз, қызым, диваны. Жарайды. Ана жердің бәрін жинап тастау керек. Осы мынау не жүрме, түсінбей құттай қойдым. Жарайды, оны кекесін ашарым. Қызып болып тұр маған. Оны ешкімге етпей қойайын. Бұрысқа күлтіп. Барайын. Біз кете береміз бе? Жүріңдер. Сендер, біз кетіп бара тұрық. Үйде түптің жұрттыңдар құтыңдар ма? Ешкімді есікке ашпаңдар, тек біз келсек қана ашыңдар, жарай ма? Ертерек қазір ағаларың келеді, жарай ма? Жарайды. Жолдарыңыз болсын. Әмин. Кеттік. Саламатсыз ба? Мен жұмысқа кешіп қалған жоқпын ба? Жоқ, дәл уақытында келіңіз. Жарайды. Қазір тұра тұрыңыз, мусорларды төгесіз, ана жерді жинап қоясыз, ана жерді полын жуасыз, сосын ыдыстарды жуасыз, и потом болды, осыларды ғана істейсіз. Барып киімімізді ауыстырып алыңыз, жарайды. Сонда мен кеттім. Бір түрлі жұмыс екен әйтеуір. Бірақ осы міндетім ғой. Тамақ тастап кеткен ба маған? Рахат болды. Жеп алайын. Барып жұмыс. Мусорды бірінші жолға тұрайыншы. Тыншына тиіп. Жарайды. Ыдыстарды жуа берейін өтінді. Қай ыдыстар еді? Ана ыдыстар. Шығарып алайын. Бастап жуа берейін. Осынысына келдім. Не Селена мусор тастап кеткен жаққа қайта тастамасын деймін ғой күнде. Қармаш кетті, клубника жеп алайын. Клиенттерді күтейін.
Клиенттер менде біздің алда. Мен өзімде қаным ашып кетті, бірдеңке жеп алайын. Ашып алайыншы. Что достану симулятор? О, жұмыс уақыты бітті. Ханымдар, не болды, айтып беріңіз. Жұмыс уақыты бітті. Бәрі берсеңіздер үйлеріңізде, мен деймін қайтам. Жарайды. Кешірім сұрайын. Жарайды. Бере беріңіздер. Бұл түрлі екен. Жарайды. Ертең заттарым мен жинап құрсын. Жарайды. Кете берейін мен. Айтпашы киімді ауыстырып алайын. Кешегідей тағы да келіп жүрмейін. Қой керсін, мен кеттім. Почти жұмыс уақыты біткен сияқты. Алина, жұмыс уақытың бітті. Ертең айлығыңды береміз. Жарайды. Бір түрлі кісі осы, ұнамайды. Тамақ қалдырып кеткен ба? Ханым, кітті ашып береді. Жарайды, жеп алайын, кеттім мен. Күндершіге. Айтпақшы, мен алдын ала стипендиямды алдым. Соны сізге берейін деп едім. Ой, алтын балам, жарайды, аяқта кетейін. Ой, алтын балам, маған стипендиясын беріп жатыр. Өзің жақта біраз ақша жиналып қапты ғой. Жарайды, сап қойын. Қантан айтқан жоқ па? Жоқ. Жарайды, түнде ұйықтайық. Осылайша бәрі ұйықта.